расында біз адам баласын әлсіз қылып жараттық. Бұл шарана кезді балалық шақта айтып отыр. Одан кейін сол әлсіздіктен кейін бір қуатты, бір қайратты сәтін жараттық дейді. Ол жастық шақта айтып отыр. Одан кейін барып тағы да бір әлсіздік шаққа өткізіп, оның шашына ақ түс беріп қартайттық дейді. Екі әлсіздіктің ортасындағы қуатты айтып отыр Алла тағала. Бұл қандай жас? Жастық шақ. Жастық шақ деген қанша? Ғалымдардың көпшілігінің айтуы бойынша, ерте жастық шақ 15 пен 24-тің арасы, жастық шақ 24 пен 39-дың арасы екен. Ғалымдардың бір сөзі бар. Егер де бір адам 40 жасқа келген кезде оның сауапты амалдары күнә амалдарынан басым түспесе, ол өзін-өзі тозаққа дайындай берсін деген сөз бар. 40-қа келдіңіз ба? Әлде 40-қа жақындап қалдыңыз ба? Сауапты амалдарыңызды көбейтіңіз. Өйткені 40-қа дейін сізде қуатты шақ. 40-тан кейін сізде не басталады? Қайрат азаят, күш азаят, сізде әлсіздік шағы басталады. Сондықтан да сауапты жастық шақта жасап қалу керек. Ана бағанағы пайғамбардың хадисінде айттық қой, ертең қияметте адамның қадамы бір қадам алдыға жылжымай 4 нәрседен сұралмайынша деді қой. Соның біріншісі ан умурихи фима афна. Біріншісі өмірі не нәрсеге жұмсады өмірін. Одан кейін өмірдің ішіне енді жастық шақта кіріп кетеді ғой. Бірақ Алла тағаланың елшісі айтады, уан шабабихи фима абла дейді. Оның жастық шағын да сұраймыз дейді, отдельно. Неге жастық шағын Алла тағала отдельно сұрап отыр? Өмірін сұрайды. Еще отдельно жастық шағын сұрайды десек, өйткені қуатты кезі, тепсе темір үзетін кезі, оның жастық шағы. Жастық шағын не нәрсеге өткізді көрейік дейді. Жастық шағын наркотикқа кетті ма? Жастық шағың зинаға кетті ма? Жастық шағың темекке кетті ма? Жастық шағың көшеге кетті ма? Жастық шағың біреуді ұрумен кетті ма? Немен кетті? Әлде намазбен кетті ма? Мешітпен кетті ма? Салихалы амалдармен, оразалармен, зікірлермен, пікірлермен, салихалы адамдармен араласумен, үлкендерге көмек беріп, кішілерге ізет көрсетумен, ілім, білім игеріп, оны халыққа жеткізумен, 25 жасыңа келген кезде ел ағасы болып, 40 жасқа келген кезде қамал алып, сондай адам болып қалдың ба? Әлде 40-қа келген кезде әлі күнге дейін тырқырап, мен жаспын деп, баламын ғой, әлі патсанбыз ғой деп жүрсің бе? Патсаны деп қой. Бізде қазір сондайлар бар, 40-қа келеді, әлі тырқырап отырады, әлі анекдот айтып отырады. Кәдімгідей бүйтіп отырып қалып әңгімелесейін десең, үлкен адамдардың әңгімесін айта алмайды.